Сәлеметсіздер ме балалар? Мен Алматы облысы Қаратал ауданы Бекен Римова атындағы орта мектеп гимназиясының физика пәнінің мұғалімі Қасымбаева Нұрзат Айғалиевна. Жақсы көңіл күймен сабағымызды бастайық. Сіздерге сәттілік. Балалар, сіздерге мына жерде бірнеше суреттер беріліп отыр. Осы суреттерден нені байқадыңдар? Әрине дұрыс айтасыңдар. Жүріп келе жатқан автокөліктің, ойнап жүрген балалардың, сонымен қатар әуеде қалқып ұшып бара жатқан ұшақтың және де серіппенің суреті берілген. Осы суреттердің барлығына ортақ қандай физикалық шаманы айтуға болады? Әрине дұрыс балалар, қозғалыс. Демек, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы механикалық энергия, кинетикалық және потенциалдық энергия. Сабағымызды бастамас бұрын сіздермен бірге отырып мақсат қойып алайық. Ендеше механикалық энергияның екі түрін ажыратамыз. Кинетикалық энергияның қозғалыс салдарынан туындайтынын түсіне отырып есептер шығарамыз. Сонымен қатар есеп шығарған кезде потенциалдық энергияның формуласын қолданамыз. Енді бағалау критерийіне көңіл аударатын болсақ, механикалық энергияның түрлерін ажыратып, кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның формулаларын есеп шығару кезінде қолданамыз. Сонымен балалар, біз сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыптарға шолу жасап өтейікші. Сіздерге бірнеше физикалық шама берілген. Осы физикалық шамаларды өлшем бірліктері мен формуласын бір-біріне сәйкестендіруіміз керек. Сіздерге 1 минут уақыт беріледі. Қане бастаймыз. Жақсы балалар. Егер де біз жұмысымызды аяқтасақ, қанекей тексеріп өтейік. Сіздердің жұмыстарыңыз экранда көрсетілген жауаптармен сәйкес келетін болса, онда сіздер өте тамаша жұмыс жасадыңыздар. Ал егер де сіздерде бір немесе екі қате кететін болса, онда сіздерге өткен тақырыптарды тағы да қайталауға тура келеді. Сонымен балалар, біз бүгін механикалық энергиямен танысамыз және оның екі түрі барына көңіл бөлеміз. Кинетикалық және потенциалдық. Енді қазір сіздерге бейне материал ұсынамын. Осы бейне материалдан жалпы механикалық энергия дегеніміз не? Және кинетикалық энергия мен потенциалдық энергия қай кезде нөлге тең болатынына көңіл бөлеміз. Теннис добын секундына 20 метр жылдамдықпен лақтыруға болады. Осы жерден анық көретініміз, басында шардың қолға қатысты потенциалдық энергиясы нөлге тең. Кинетикалық энергияны формулаға масса мен жылдамдық мәндерін қоя отырып есептеуге болады. Көріп отырғанымыздай, биіктіктің артуымен шардың потенциалдық энергиясы артады. Бірақ топтың жылдамдығы кемейді, сондықтан оның кинетикалық энергиясы кемейді. Ақыр соңында 2 секундтан кейін доп тыныштық күйіне келеді. Оның жылдамдығы нөлге тең. Оның кинетикалық энергиясы да нөлге тең. Шыңның ең жоғарғы нүктесінде потенциалдық энергия өзінің ең жоғарғы мәніне ие болады. Енді топ құлайды. Биіктігінің өзгеруіне қарай шардың потенциалдық энергиясы нөлге дейін азаяды. Ал жылдамдықтың артуымен кинетикалық энергия өзінің максималды мәніне дейін артады. Доптың ұшуы кезінде потенциалдық энергиямен қатар, доптың кинетикалық энергиясы да өзгереді. Осыған қарамастан, олардың қосындысы тұрақты болып қалады. Потенциалдық энергия мен кинетикалық энергия қосындысы механикалық энергия деп аталады. Сонымен балалар, кинетикалық энергия қозғалыс салдарынан пайда болады екен. Оған егер де біз мысал келтіретін болсақ, өмірден әрине ұшып бара жатқан құстың, атылған оқтың, жүріп бара жатқан автокөліктің қозғалыстары мысал бола алады екен. Потенциалдық энергия балалар, ол дененің массасы менен биіктігіне тәуелді болады. Ендеше бөгетке жиналған судың, керілген садақтың, сығылған немесе созылған серіппенің ішіндегі ауасы резеңке баллонның потенциалдық энергиясы бола алады. Енді формулаларға көңіл бөлетін болса, кинетикалық энергияның формуласы
mv квадрат бөлінген 2. Яғни бұл жердегі Е деп отырғанымыз энергия М масса, ал В жылдамдық. Ал потенциалдық энергия mgh. Бұл жердегі М деп отырғанымыз масса, G тұрақты шама, оның өлшем бірлігі ньютон бөлінген килограмм, немесе оны біз еркін түсу үдеуі деп те атаймыз. Ал H деп отырғанымыз дененің биіктігі. Потенциалдық энергия сонымен қатар деформацияланған денелерде де пайда болады екен. Ендеше оның формуласы kx квадрат бөлінген 2. Бұл жердегі k деп отырғанымыз қатаңдық, екі серіппенің ұзаруы. Ал енді жаңа бейнематериалдан көргендерімдей механикалық энергия дегеніміз потенциалдық энергия мен кинетикалық энергияның қосындысына тең болады. Ендеше формуласы W тең болады mgh қосылған mv квадрат бөлінген 2-ге. Енді балалар, осы алған ақпараттарды пайдалана отырып, мына бір мысалға көңіл аударайық. Бізге берілген 9 метр секунд жылдамдықпен қозғалатын 6 килограмм дененің кинетикалық энергиясын табуымыз керек екен. Оны шығару үшін бірінші біз есептің берілгенін жазып аламыз. Яғни жылдамдық берілген, масса берілген, бізге табу керек энергияны. Формулаға кинетикалық энергияның формуласын жасаймыз. E тең болады mv квадрат бөлінген 2. Енді осы формуланың орнына есептің берілген мәндерін қойып есептейтін болсақ, бізде энергия 243 джоуль шығады. Энергияның мейлі ол қандай энергия болсын, халықаралық бірліктер жүйесінде өлшем бірлігі джоуль деп алынған. Енді балалар, сіздерге тапсырма беріледі. Яғни қатаңдығы 10-5 дәрежесінде ньютон метр серіппе серпімділік күшінің әрекетінен 3 сантиметрге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясын табуларын керексіңдер. Ол үшін сіздерге дискриптор беріліп отыр. Осы дискриптордың әрбір қадамын дұрыс орындауға тырысамыз. Егер де сіздер дискрипторда берілген барлық 4 қадамды да дұрыс орындаған болсаңдар, онда өте тамаша жұмыс жасадыңдар. Ал егер де 2 немесе 3 қадамын ғана орындаған болсаңдар, онда сіздерге тағы да жаңа тақырып бойынша ақпарат алуға тура келеді. Жақсы балалар, тамаша, сіздердің жасаған жұмыстарыңызды WhatsApp желісі арқылы кері байланысқа шығамыз. Енді келесі тапсырманы орындайық. Келесі тапсырма біз сабағымызды қорытындылау үшін тест жұмысын орындаймыз. Сіздерге 1 минут уақыт беріледі. Осы 1 минутты қолдана отырып, яғни дұрыс қолдана отырып, біз өзіміз алған ақпараттардың барлығын пайдалана отырып, тесттің тапсырмаларын орындауға тырысамыз. Егер де тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріп көрейік. Қанекей бармамыз тексереміз. Мінекей балалар, біз сіздермен жасаған жұмыстарыңызды тексере отырып, өз-өздеріңізді бағалайсыздар. Егер де сіздерде тағы да 5 сұрақтарыңыз дұрыс болатын болса, онда керемет жұмыс жасадыңыздар. Ал егер де 4 немесе 3 қана сұраққа жауап берсеңіздер, сіздерге әлі де жұмыс жасау керек болады. Сіздердің осы тест тапсырмалары бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, WhatsApp желісіне немесе күнделік кезет платформасына жазып сұрақтарыңызды қоюға болады. Енді балалар, біз бүгінгі сабағымызды барлығын қорытындылай келе, мына сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Бүгін сіздер нені білдіңіздер? Және сіздер үшін тапсырма орындау кезінде не қиын болды? Сонымен қатар, бүгінгі өткен тақырып энергия сіздерге өмірде қажет пе? Міне осы сұрақтарға жауап жазып, WhatsApp-қа немесе күнделік кезет платформасына жіберулеріңізге болады.
Және де осы бүгінгі сабақ бойынша қосымша ресурстарды пайдалануларыңызға болады. Олар сіздерге экранда көрсетіліп тұр. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.